Бүгінгі күні еліміздің осынау тыныш мамыражай ғұмыр кешу басындағы бейбітшілігі қаншама қиыншылықтарға қарамастан ұлттық құндылықтарымызды сақтап қалуымыз бұл бабаларымыздың бізге табыстаған үлкен аманаты. Және де бұл аманат бізге оңайшылықпен келмеді. Расында бұл аманаттың артында қасық қан жатыр. Бұл аманаттың артында қара тер жатыр. Және де бүгінгі күні біз осы ұлттық құндылықтарымыздың қадірін білмеу бабаларымызға жасаған қастандық болады. Біз Аллаға шүкір, біздің мақтан тұта айталатын бүгінгі күні бабаларымыз жасаған іс амалдары, тарихымыз бар. Бұл қазақ халқы басынан түрлі шапқыншылықтарды, ашаршылықты, екі бірдей соғысты, түрлі саяси құйтырқы ойындарды басынан кешірсе де өзінің қазақтығын, елдігін, ұлттық құндылықтарын сақтап қалды. Және де мамыражай уақытта бейбітшілік басымызға келгенде, егемендігімізді алғанда, осы бір ұлттық құндылықтарымыздан айырылып қалар болсақ, біздің бабаларымызға жасаған опасыздық болады. Сондықтан да біз бүгінгі күні өзіміз және де келешек ұрпақты өзінің елін сүйетін, жерін сүйетін, қолда бардың қадірін білетін ұлт болып тәрбиелеу біздің міндетіміз.